Қазақ халқында түс жоруға қатысты түрлі аңыз бар. Біреулер түсінде не көрсе, өңінде сол болады деп сенсе, енді бірі түске сенбейтінін, бәрі Алланың қалауымен болатынын айтып жатады. Десе де ырымшыл бабаларымыз түс арқылы Алла аян берді, немесе түстің киесі бар деп сенген. Түсіңізде қолыңызда алтын ұстасаңыз, бастамаларыңыз сәтті аяқталады деген сөз. Егер әйел адам сыйлыққа таза алтын немесе әшекей бұйым алатын болса, дәулетті, бірақ сараң адамға тұрмысқа шығады. Алтын тауып алу артықшылықтарыңыз бен қабілеттеріңіздің арқасында байлық пен құрметке бөленетініңізді білдіреді. Ал керісінше, алтын жоғалтсаңыз, алаңғасарлығыңыздың арқасында өміріңіздегі ең күшті мүмкіндіктен айырыласыз деген сөз. Алтын кенін тапсаңыз, күрделі, бірақ құрметті жұмыс сізге жүктеледі. Сондай-ақ алтынды көрген адамға байланысты түсте әртүрлі жорылады. Ер адам мансабы жоғарылайды. Бойжеткен тосын сыйлар мен сыйлықтар. Қария өмірдің сәтті кезеңі басталатыны. Бала арманның орындалуы. Жаңа босанған келіншек нәрестесінің өмірі ұзақ, әрі бақытты болатыны. Аяғы ауыр келіншек түсінде алтын көрсе, аяқ қолын бауырына оңай алады деген сөз. Егер алтын неке жүзігін көрсеңіз, көп ұзамай тойға барасыз. Исламда түске алтын кіру жөнінде не айтылған? Исламдағы түске қатысты болжамдар Құран мен пайғамбар сүннеттеріне негізделген. Оған сәйкес, егер әйел адамның түсіне алтын кірсе, онда ол бойындағы қауіп пен алаңдаушылықтан арылып, өңінде қуануы мүмкін. Ал алтын ер адамның түсіне кірсе, онда оның өмірінде түсініспеушіліктер мен шығындар болады. Алтынды тауып алсаңыз, мүлкіңізден айырылып қалу қаупі бар. Түсіңізде алтынды балқытып жатсаңыз, ұрыстың белгісі.